Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеомызда жазғы лагерлердегі мерекелік шараларды немесе үйдегі туған күндерді шарлармен өз қолымызбен қалай безендіруге болады, сол жөнінде тоқталып өтеміз. Бүгінгі видеомызда өздеріңіз көріп отырғандай үлкен қабырғаға арналған гүлдердің жасалу жолын көрсетеміз. Ол үшін бізге 4 шар қажет. Түсін өзіңізге ұнайтын түсті өзіңіз таңдап аласыз, және ортасына жасау үшін кез келген шардың түсін аламыз. Біздер мынандай қызғылтым түс алып отырмыз. Енді бұны үру үшін немесе арнайы аппаратқа жүгінуге болады, немесе қолмен үруге арналған насоспен үруге болады. Егер үй жағдайында осы екеуі болмаған жағдайда қарапайым ауызбен үріп те жасауға болады. Ол үшін біз шарымызда жұмысқа кірісейік. Мінекей шарымызды байлап аламыз. Шарымыздың көлемі бірдей болу керек. Ол үшін бірінші өрген шарымызбен бірдей қылып өлшеп аламыз. Шарымыздың ауасын жіберіп отырамыз. Бұдан кейін екеуін бірге байлап тастаймыз. Енді келесі шарымызды үріп аламыз. Көлеміз бірдей шықты. Шардан қорықпау керек. Кейбір біздің қыздар, жігіттеріміз жарып жатады шар. Үргенде қатты жарылып кетпейді. Егер сіз көлеммен бірдей қылып үрсеңіз, ол ешқашан да шар жарылмайды. Және ол шардың сапасына да байланысты. Бұны двойка немесе екілік деп атаймыз. Енді осы екеуін қосып, біз төрттік жасаймыз. Мінекей, бұны қоя тұрайық. Содан кейін ортасындағы бұны үреміз. Соны шарымыздың ортасына байлаймыз. Арттағы шарға байлап жібересіз. Мінекей біздің шарымыз дайын болды. Осындай шарлармен өзіңіздің үйдегі немесе мектептегі, лагердегі шараларды осындай шарлармен безендіруге болады. Көп рахмет. Келесі кездескенше.